Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен менің YouTube каналымда жаңадан торт, яғни шоколадный торт кремі нутелла деп аталады. Сол торттың рецептімен бөлісемін. Енді сіздер жасап көріңіздер. Дәмі деген вообще күшті, өзімізге қатты ұнады. Ол үшін біздерге 6 жұмыртқа керек болады. Если жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 5 жұмыртқа, не кішілеу болса, 6 жұмыртқа. Қант керек болады. Және ұн, какао, разрых етел керек болады. Мен бүкілін осы жерге салып алғанмын. Електен өткізіп, және 50 грамм ыстық қайнаған су, және 50 грамм сары май керек болады. Ыдысымыз құрғақ болу керек. Жұмыртқамыз басып қалады, құрғақ болмаса, сулы болса, таза болу керек. Және ең әуелі жұмыртқамызды шағып, оған қантымызды салып, жақсылап қою, өзінің объемын көтергенше миксерлейміз. Ручной миксермен де істеуге болады. Енді жақсылап миксерлейміз жұмыртқамызды. Міне қыздар, осылай аппақ көбік болғанша араластырамыз, миксерлейміз, өзінің формасын жақсы ұстайтын. Енді осы массамызға менде осында арнайы насадка бар. Өздеріңіз венчикпен де араластырсаңыздар болады. Енді осыған 3 немізді саламыз. Жаңағы ұнымызды, какао және разрых етел үшеуін жайлап араластырып салып отырамыз. Бірден салып жібермейміз. Менде осындай насадка. Енді сіздер венчикпен де араластырсаңыздар болады. Ал енді осылай біртіндеп салып араластырып отырамыз. Мен араластырып алдым. Енді осының үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды және қайнаған ыстық суымызды құйып жақсылап араластырамыз. Өте қатты миксерлеп жүрмеңіздер, себебі басып қалуы мүмкін жұмыртқамыз. Менде диаметр мына жерде 18 сантиметр, формочкада осындай. Енді әркім қалауынша, мен енді биіктеу болу үшін осындай 18 диаметр формада пісіріп алдым. 160 градуста 50-40 минутта. Вот міне қыздар, біздердің пісіп шықты. Енді осыны толық мұздағанша қойып қоямыз. Вот мен енді осыны дайын коржымызды 4 бөлікке бөліп кесіп аламын. Менде 4-еу шықты. Қалағанша 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Мен 4 коржға бөлдім. Вот коржарымызды бөліп алдық, қыздар, кесіп алдық. Енді осыны кремін дайындаймыз. Кремін дайындау үшін біздерге 33%-лық натуральный сливки керек болады. Және де нутелла керек болады. Сосын творожный сыр керек болады. Ең әуелі ыдысымызға нутелламыз бен творожный сыр екеуін жақсылап араластырамыз. Ішінде түйіршіктер қалып қоймау керек. Жақсылап араластырып алдық, қыздар. Осылай миксермен. Енді осының үстіне сливкемізді құйып, тағы да өзінің формасын жақсы ұстайтындай етіп миксерлейміз. Қыздар, біздердің креміміз дайын болды. Енді осында корждарымызға жағып шығамыз. Мен корждарымызға осындай банан саламын, ішіне начинкасы ретінде, және карамель қосамын. Карамельдің отдельный видеосын көру үшін YouTube каналымда бар. Осында мен кондитерлік мешокқа салып алдым кремімізді. Осылай жағып шығамыз корждарымызға. Оның үстіне бананымызды ұсақтап турап, осылай домалақтап салып шығамыз. Және де оған карамелімізді құямыз. Осылай сүт жағамын корждарымызға. Себебі құрғақ болмау үшін, әрі жұмсақ болып. Осылай қыздар, бананымызды, оның үстіне карамелімізді құйып шығамыз. Сүт, ұмытпаңыздар, сіздерде әркім қалауынша қантпен нетсеңіздер де болады, суды араластырып. Қалған кремімізбен сыртын қаптап шықтым. Холодильникте 4 сағатқа сақтаймыз. Менің YouTube каналымызға тіркеліп кетіңіздер, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай жұмсақ тортты сіздер де пісіріп көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.